аграрлы техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Ұзақбаева Роза Сәндібекқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз азық қорыту жүйесі аурулары. Бүгінгі тақырыбымызда қарастырылатын сұрақтар ауыз қуысы және жұтқыншақ аурулары, күйіс қайыратын малдардың ұлтабаралды қарындар аурулары, асқазан мен ішек аурулары және асқазан мен ішектің шаншу түріндегі аурулар. Қорыту жүйесінің құрылысы мен атқаратын қызметі өте күрделі. Ол жүйелі түрде ұлпаларды, торшаларды энергия мен қоректік заттармен үздіксіз қамтамасыз етіп тұрады. Ішек қарын ауруларын тудыратын себептердің ішінде олардың үйлесімділік қызметін реттеп тұратын жүйке жүйесінің қызметінің бұзылуы маңызды орын алады. Қорыту жүйесі ауруларына шаншу белгілерімен өтетін аурулар жатады, бауыр мен ішперде аурулары жатады, ішек аурулары жатады, асқазан аурулары, ұлтабаралды қарын аурулары, ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш аурулары жатады. Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш аурулары мына суретте көрсетіліп тұр. Ауыздың кілегейлі қабығының қабынуы. Паренкит ауруы негізгі себебі жұмсақ таңдайдың жұтқыншақтың кілегейлі қабықтарының лимфа фолликуласының жұтқыншақтың сыртындағы лимфа бездерінің қабыну процестері жатады. Жұтқыншақтың салдануы ауруына жұтқыншақтың бұлшықеттерінің қимылға келтіріп тұратын жүйкенің зақымдалуынан малда азық пен суды жұту процесінің бұзылуы жатады. Өңештің бітелуі ауруына ірі қарада жиі, ұсақ малда сирек, ал шошқа мен ит, мысық және жылқыларда жалғыз жарым кездеседі. Өңеш толық және жартылай бітелінеді. Негізгі және туындаған түрлері болады. Өңештің салдануы. Өңеш қабырғасының жиырылу қабілетінің жоғалып, оның азықты өткізгіштік қызметінің толық бұзылуымен сипатталады. Күйіс қайыратын малдардың ұлтабаралды қарындар аурулары. Бұған мес қарынның кебуі жатады, қарындардың жынға толып кетуі, мес қарынның жарақаттан қабынуы, тақия қарынның жарақаттан қабынуы, қарындардың уланудан қабынуы, қарындар аралығындағы саңылаулардың безуармен бекітілуі. Күйіс қайыратын малдардың ұлтабаралды қарындар ауруларының жүктелуі. Негізгі қарындардың аурулары жіті және созылмалы түрде өтеді. Қарындардың негізгі ауруының себебі көп мезгіл бірыңғай және сапасыз азықтар мен азықтандырудан пайда болады. Белокты азықтарды көп бергеннен пайда болады. Үйренбеген азыққа тез көшіруден пайда болады. Азықтандыру және суғару тәртібін ылғи бұзудан пайда болады. Қарындарда еркін жатқан темір қоспалы заттарды магнит зондтары арқылы сыртқа шығарады. Тақия қарынға зонд енгізу техникасы оңай және ерекше жағдайларды талап етпейді. Негізгі батыл ем әдісі ретінде операция жасап бөгде затты алып тастайды. Хирургиялық тәсіл қолдану қиынға түспейді. Шаруашылықтардағы дәрігерлердің де қолынан келеді. Егер түрлі себептермен операция жасауға мүмкіндік болмаған жағдайда әдеттегі ем әдісін қолданады. Мал денесінің алдыңғы жақ бөлігін көтеріңкіреп қояды, қимылдарын азайтады, ірі азықтардың мөлшерін кемітеді, оның орнына қайнатпалар, ыламық, сүрлем, шөп ұнын, сәбіз немесе қант қызылшасын береді. Шіру процесін басу үшін ауыздан фурацилин, окситетрациклин, ихтиол және басқаларын беруге болады. Іш қуысына фенитилин мен стрептомициннің 0,5% новокаин ерітіндісінде және өсімдік майында эмульсия түрінде жасаған қоспаларын әрқайсысы 3 мл енгізген жақсы нәтиже береді. Асқазанның кілегейлі қабығының қабынуымен және оның сөл бөлу, фермент бөлу, эвакуаторлы, экскреторлы, инкреторлы қызметтерінің бұзылуымен өтетін ауру.
Асқазанның ойық жарасы. Асқазанда пептикалық ойық жара мен симптоматикалық ойық жаралар кілегейлі қабықта әртүрлі аурулардың жергілікті көріністерімен сипатталатын рецидивті ауру. Мен ішектерде шаншу түрінде өтетін аурулар. Бұл ауруларға асқазан мен ішектер ауруларының үлкен тобы жатады. Аурулардың пайда болуы мен даму әртүрлі болғанымен, оларда жалпы ауырсыну және массасыздану синдромдары бірыңғай болып келеді. Асқазан ішектер шаншуымен жиі жылқылар, сирек, ірі қара мал, шошқалар, иттер және басқа малдар ауырады. Аурудың түрлері: асқазанның жіті созылуы, ішектердің түйілуі, ішектерде жынның іркілуі, ішек метеоризмі кездеседі. Ішек метеоризмі ауруының себебі жылқыларда тез ашығыш шырынды азықтармен азықтандырғаннан және малды шық түскен жайылымдарға жайғаннан болады. Ішек метеоризмнің балауы тік ішек арқылы зерттейді, барлық ішек желіндеуіне қарап диагнозды анықтайды. Бұл аурудың емі 70-100 мл 10% хлорогидрат немесе 0,125 және 0,5% новокаин ерітіндісін 1 кг дене массасына 1 және 0,5 мл есебінде қолданады. Илеус ауруының себебі ішектің қысылуы, бұралуы және ширатылуы, ауыр жүк тартудан, малды жығудан пайда болады. Емі 10% хлорогидрат немесе анальгин ерітіндісін 30-50 мл немесе 0,5% новокаин ерітіндісін 1 кг салмаққа 0,15 мл береді. Бұл сабақты қорытындылай келе, сонымен азық қорыту жүйесі ауруларынан шаруашылыққа келетін экономикалық зияндық өте көп. Аурудың салдарынан малдың көпшілігі шығынға ұшырайды, қоңдылығы төмендейді, өнімділігі нашарлайды, емдеуге де көптеген қаржылар жұмсалады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.